эмоция, былай басылған эмоция, оның сақтау мерзімі жоқ. 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл сақталынады, шықпағанша. Үлкен адамдар, мысалы, бұрынғы баяғы ренішті айтады. Мысалы, 10 жыл өтті, 20 жыл өтті, әлі соны есте сақтайды да адамға ренжиді. Өйткені ол реніш оның несінде қалып кеткен, жүйкесінде қалып кеткен. Реніш деген не өзі? Реніш деген, мысалы, сені біреу ренжітті дейік, бірақтан сен сол өзіңнің агрессияңды ол адамға жынданғаныңды айта алмадың. Сен өзіңді қорғай алмадың. Ол сенің шекараңды өтіп кетті, және ол агрессия шықпады уақытылы. Сөйтіп ол ренішке айналып кетті. Негізі кім ренжиді? Кішкентай балалар ренжиді. Өйткені олар өздерін қорғай алмайды, ол үйренбеген, не айтатынын білмейді, иә. Сол үшін агрессияны уақытылы шығара алмасақ, сол кішкентай баланың позициясына кетіп, ренжіп қаламыз. Сөйтіп ол эмоция сақталып қалады.